Дене арқылы ішкі жағдайымызды реттеу үшін бірінші бір өте маңызды нәрсені ұғып алу керек. Біздің барлық сезімдеріміз, эмоцияларымыз өздерін дене арқылы білдіреді. Мысалы, сіздер жақсы көңіл күйде болып, қуанып, рахаттанып жүрген кезде сіздің денеңіз не сезеді? Жеңілдік, жылулық, босаңсу сезесіздер. Ал қорқып, алаңдап, мұңайып жүрген кезде денеңізде қандай сезімдер пайда болады? Дене ауыру болып, шиеленіс, қысым, әлсіздік сезесіздер. Осылай жағымды, жағымсыз сезімдердің барлығын денеде өз орындары бар. Біз оларды жинап жүреміз деуге болады. Денеміз басымыздан өткен барлық жағдайды есінде сақтайды. Өмірімізде стресс жағдайлары жиі кездессе, денеде қат-қатты болып қысым жиналып қалады. Ол ақыры әртүрлі аурудың себебі болуы мүмкін. Қан қысымы, басың ауырғаны, жүректің ауырғаны содан шығады. Сондықтан қысымды жинамау үшін, денсаулықтарыңызды сақтау үшін өз денеңіздің жағдайын тексеріп отыру керек. Дәл қазір денеңізде қандай да бір шиеленіс, әлде басқа жағымсыз сезім бар ма? Қай жеріңізде? Оны қалай алып тастауға болады? Не істеуге болады? Өз-өзіңізді осылай зерттеп отыруыңыз керек. Тік отырып, екі аяқты жерге қойып, дененің ыңғайын тауып, аяқ қолыңызды бос ұстаңыз. Алдында бірнеше рет терең тыныс алыңыз. Тынысыңыз баяу болсын, және тынысты кеудеңізбен емес, ішіңізбен алуыңыз дұрыс болады. Әр тыныс алғанда ішіңіздің қалай кеңейіп, ауаға толып жатқанын елестетіңіз. Дем алу кезінде иығыңызды көтермей төмен түсіріп, босатып ұстаңыз. Ал енді сәл босаңсыған кезде өз назарыңызды сканер ретінде пайдаланып, денеңізді зерттеу бастаңыз. Алдымен барлық назарыңызды аяғыңызға аударыңыз. Сол жердегі кез келген сезімдерді байқаңыз. Аяғыңыз жылы ма, суық па, тағы қандай сезімдері бар? Қандай да бір ыңғайсыздық байқасаңыз, оған да назар аударыңыз. Егер ауырсынуды, қысымды байқасаңыз, солармен бірге жүретін кез келген ойларды немесе эмоцияларыңызды байқаңыз. Және олардың бәрі денеңізден әр тыныс арқылы шығып кеткенін елестетіп көріңіз. Осылай терең тыныс алып отырып, жағымсыз сезімдердің денеден шығып кеткенін елестетіп, біраз отырыңыз. Өзіңізді дайын сезінген кезде дененің келесі бөлігіне өтіңіз. Аяқтарыңыздан бастап төбеңізге дейін жеткенше дененің әр мүшесіне назар аударып, тексеріп, біртіндеп жоғары жылжыңыз. Тізеңізді, жан басыңызды, ішіңізді, кеудеңізді, арқаңызды, иығыңызды, қолдарыңызды, мойныңызды, басыңызды бәрін біртіндеп байқап шығыңыз. Егер ауырсыну, қысым немесе басқа жағымсыз сезімді байқасаңыз, оларға назар аударып, сол сезімдерді тыныс арқылы алып шығарып тастаңыз. Бұл жаттығуды жасап болған кезде өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай өзгергенін байқаңыз. Осы жаттығуды күнде бір рет орындау сіздерге денсаулық пен көңіл күй жағдайыңызды жақсартуға көмектеседі. Алаңдаушылықпен күресуге, денедегі ауырсынудан құтылуға көмектеседі.